Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен 5 минутта дайын болатын таңғы ас конвертики жасаймыз. Ең алдымен менің арнама тіркеліп және осы видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоның астында өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. 2 жұмыртқаға ас көк салып, үстіне 4 бұрышты етіп туралған қызанақтан саламыз. Оның үстіне ірімшік және де дәміне қарай тұз саламыз. Осынан барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін 4 ас қасық сүт құямыз. Табаны алдын ала ысытып, оның үстіне лавашты қойып, жаңағы дайындаған салмамызды үстіне салып, конверт сияқты алдымен 2 жақ шетін, одан кейін сол және оң жағын орап 4 бұрышты қылып конвертке жасаймыз. Осылай конвертке жасағаннан кейін 2-3 минут қойып, табанын бетін жауып қоямыз. Қыздар міндетті түрде оттың астын төменгі дәрежеге қоюларыңыз керек, әйтпесе күйіп кетуі мүмкін. Қыздар өте дәмді шығады, сол үшін міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдын ала ас болсын.